брат, Шректегі есек бар ғой, сол адам екенін білдің бе? Қумаш? Жоқ, шынымен. Өйткені Шрек франшизасындағы кейіпкерлер, ертегілер, жалпы Дисней компаниясындағы кейіпкерлерге жасалған сатира. Ол жерде барлығы көрермендерге таныс, бірақ біреу ғана ерекшеленіп тұрады. Кім? Есек. Бір жаңадан ойлап табылған бір кейіпкер сияқты. Жаңа кейіпкер ғой, енді дұрыс қой. Олай болмасаш. Енді қалай? Мұнда ағаш баланың тарихы Пиноккио ертегісін еске түсіруге болады. Мүмкін есек те бұрын тәртіпсіз бала болған шығар. Иә. Сол үшін оны жазалау мақсатында ләззат аралына жіберіп антроморфты жануарға айналдырып жіберген шығар. Мысалы қара, Шректің 3-ші бөлімінде есек мектеп кезін сағынып еске алады. Байқамаппын соны. Бұл өте қызықты, өйткені ол адам емес, жануар, қайдағы мектеп. Иә. Ал Шректің 1-ші бөлімінде Лорд Фаркуаттың адамдары есектің сөйлегеніне таң қалады. Соқтығыс жақында шығатын Шректің 5-ші бөлімінде осы кейіпкер туралы жаңа ақпараттар бұрынғы өмірі туралы ашылса қызық болар еді. Сөздің жаны бар, көреміз болашақта. Саған тіркеліп қою керек екен, Тіркелуді ұмытпаймыз, достар. Сәттілік.